комиссияны қалай төлейміз, комиссия төлеу барысында неге басты назар аудару керек, бұл процесте, бұл сабақта толығырақ мен сіздерге түсіндіретін боламын. Әдеттегідей жаңағы закази деп біз өзіміздің жеке кабинетімізге өтеміз. Осы жерде жаңағы өзіміздің ұтқан позицияға кіретін болсақ, бізде осылай шығып тұрады. Мына жерде жаңағы Павлодар қаласынан біз бір затты ұтып алғанбыз. Заказды подтвердить еткенбіз. Енді бізге комиссия төлеу керек болып жатыр. Осылай жаңағы сіз ұтып алған заттың тұсында ожидается оплата комиссии деп шығып тұрады. Жалпы Эскастордың комиссиясы 5%. Осы 5%-ді төлейтін боласыз қазір. Ол үшін біз детали деп кіреміз. Детали деп кірген кезде бізде осындай бет шығады. Мына көкке келіп қарайтын болсақ, ожидается оплата комиссии деп тұрады. Сосын мына жерде бізге қанша уақыттың ішінде комиссия төлеуге уақыт берілген, сол уақыт осы жерде шығып тұрады. Әрбір мекеме әртүрлі беру мүмкін. Сондықтан бұл жердегі затқа назар аударасыз. Егер сіз өзіңіздің жеке кабинетке жиі кірмей, қандай да бір затты ұтып алып, комиссиясын төлемей, осы уақыт аяқталып кететін болса, сіз уақытында комиссияны төлемегеніңіз үшін блокқа кететін боласыз. Енді блокқа кететін боласыз. Жалпы мына жағы оң жаққа қарайтын болсақ, через халық банк, через Каспий арқылы төлеуге болады. Оплатить деп басасыз, QR шығатын болады. Енді астына қарайтын барсаңыздар, үлкен қызылмен жазып қойған. Жаңағы сіз комиссия төлегеннен кейін, осы жаңағы комиссия төлеудің уақыты өтіп кеткен уақытқа дейін сіз қол қою керексіз. Былайынан айтқан кезде комиссияны төлейсіз, сразу астыға түсіп қол қою керексіз. Кейбір адамдар комиссияны төлейді, комиссия төлеп, онан кейін астына түсіп, қол қоймай блокқа кетіп қалатын жағдайлар жиі кездеседі. Сондықтан мен сіздерге ескертіп жатырмын. Енді біз оплатить через Каспий деп басатын болсақ, бұл жерде де ескертіп айтылған жаңағы комиссия төлегеннен кейін заказ поставка жайлы қол қою керексіз деп. Бұл жерде де жаңағы назар аударыңыз деп сізге көрсетіп тұр. Одан кейін сіз продолжить деп басасыз. Продолжить дегеннен кейін де мына жерде жаңа қызылмен шығып тұр. Сіз осылардың барлығымен таныстыңыз ба деп қайта-қайта ескертіп отыр. Бұл жерде сіз да деп басасыз. Да деп басқаннан кейін бізде осындай QR шығады. Қазір осыны Каспий QR мен өткізетін боламыз. Өйткені қайта-қайта осы процеске дейін Эскастордың қайта-қайта сіздің есіңізге салып жатқаны, бізде көптеген адамдар жаңағы комиссия төлемей блокқа кетіп қалады, подписать етіп блокқа кетіп қалады. Содан кейін айтады, ой, біз білмей қалдық, басқалай істеу жолы бар ма деген сияқты. Бұның ешқандай бір жолы жоқ. Осылай жаңағы уақытында төлейсіз. Енді қазір біз төлейтін боламыз. Өздеріңіз жаңағы Каспийлеріңізді ашасыздар. Ашып, жаңағы мына жерде QR-ды оқытып, продолжить деп басатын болсаңыздар, өзінің жалпы пайызын комиссияны өз автомат түрде есептеп шығарады. Содан жаңағы оплатить деп басасыз. Оплатить деп басасыз, өзіңізге қанша төленгені көрінеді ғой жаңағы шектен. Одан кейін сіз жаңағы закрыть деп басасыз. Бұл жерде
закрыть деп басасыз, қайта закази дегенге барасыз. Закази дегенге барып, және тағы ұтып алған позицияңызға келетін болсаңыз, мына жерде жаңағы комиссия төлеу керек деген сізде статус тұрған болатын болса, қазір өзгеріп кетті. Поставщик қол қою керек деп. Енді сіз қайта детали деп басасыз. Детали деп басып, осы жерге кіретін болсаңыз, міне на подписание поставщика деп тұр. Біз төмен түсемізде қол қоятын боламыз. Міне мына жерде біз астыға келдік, қазір қол қоямыз. Бұл жерде ескертіп айта кететіні, заказчик қол қойғаннан кейін сізге қол қоюға келеді, сол кезде жаңағы оның алдында комиссия төлеу керексіз. Біз қазір подписать етіп ерсамен қол қоятын боламыз. Сол кезде жаңағы бізде мына жердегі қызыл крестикпен тұрған жер жасыл болып жанатын болады. Комиссия төлеп, кейбір адамдар осы жерге келіп подписать етпейді. Сондықтан жаңағы блокқа кетіп қалатын жағдайларда жиі кездеседі. Енді қол қою үшін біз подписать деп басамыз. Подписать етіп басамыз. Осы жерде жаңағы басамыз, бізде осылай шығады. Осы жерде жаңағы подписать деп басамыз. Одан кейін жаңа біздің өзіміз кілт қай жерде ерсамен қол қоятын боламыз. Отправить. Осылай бастық. Бізде жаңағы шықты. Қол қойылды. Бізде жаңағы подписан у заказчика, подписан у поставщика. Яғни заказчикте, поставщикте қол қойып тастады. Енді осы кезден бастап жаңағы қол қойылғаннан кейін неше күнде сіз тауарды апарып жеткізу керексіз. Осы уақыттан бастап мына жердегі заказ на поставку деген жерге кіріп, осы жердегі документті скачать етіп алып, осы жердегі көрсетілген данныйларға қарап, қандай телефон контакт нөмір көрсетіледі, соған хабарласып, тауарыңыз жайлы согласовать етіп, қалай жіберген болсаңыз, сол жайлы қабылдап алатын адамдармен келісе берсеңіз болады. Жалпы енді астына келіп біз тоқталатын болсақ, статус подписания акты деген бар. Бұл келешекте болады. Сіз өзіңіздің тауарыңызды жібересіз, заказчик қол қойып тауарды қабылдап алғаннан кейін, ол сізге қабылдап алған документтің сканерленген нұсқасын сізге поштаға не болмаса қандай бір WhatsApp желісінде болсын жібереді. Подписать еткен кезде сол документті осы жерге ілесіз. Содан кейін жаңағы сіздікі дұрыс ілінген кезде подписан у поставщика деген жер жасыл болып жанады. Оны келешекте сабақтарда көрсететін боламын. Қазір сіздерге ескертіп айтып жатырмын. Сіздің актыңызды жібергеннен кейін ана жақтан заказчик сол тараптан актын тағы да подписать етеді. Сол кезде жаңағы мына төменде тұрған екі жерде қызыл крестикпен тұрған жердің бәрі жасыл болады.